Бүгін сіздерге жеңіл мейізден жасалған шоколадты печенье жасаймыз. Ол үшін ыдысқа сары май саламыз. Қант салып, жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқаны жарып, тағы да араластырамыз. Содан кейін какао, ұн, қопсытқыш саламыз. Мейіз салып араластырамыз. Қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, сондықтан тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан кейін тоңазытқыштан шығарып, дөңгелектер жасап шығамыз. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.